Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмі ауызға салғанда еритін паноффи пай тәттісін пісіреміз. Менің арнамды жоғалтып алмауыңыз үшін лайк басып, тіркеліп, қоңырауды басыңыз. Ал кеттік, бастайық. Ең алдымен печеньені блендерде езіп аламыз. Кез келген печенье жарайды, ортасында кремі болмаса болғаны. Үгітілмелі печенье болса болды. Сары майды микроволновкада немесе газде ертіп аламыз. Печеньемен араластырып біріктіреміз. Ең соңында қолмен біріктірсеңіздер болады. Мінекей осылай болу керек. Енді осыны формаға жайғастырамыз. Менің формам 23-24 диаметр. Қасықтың көмегімен басып жайғастырамыз. Қатты баспасаңыздар шашылып қалуы мүмкін. Ең астын стаканмен басасыздар, нығыздап, тығыз болу керек арасы. Енді банандарымызды жұқалап тураймыз. Дөңгелектеп болсын, ұзыншалап болсын турасаңыздар болады. Ал енді крем жасаймыз. Творожный сыр, сахарная пудра және де сливки. Бір келкі қоюланғанша миксерлейміз. Жаңағы печеньемізді 180 градуста пісіріп аламыз. Қызарғанша. Негізі печеньені пісірмейді. Мен бірақ пісіріп алғанды жөн көрдім. Сгущенка, вареная сгущенка қолданамыз. Қазақстанда деп фирмасынікі өте жақсы. Үстіне тураған бананымызды жайғастырып шығамыз, бір келке етіп. Мінекей дайын. Енді бетіне жаңағы кремімізді жайғастырып шығамыз. Кез келген формада қолдансаңыздар болады. Мен осы қарапайым форманы қолдандым. Лупи пайға арналған. Әр түрлі гүл жасасаңыздар да болады. Әрлеу жағы әркімнің өз еркінде. Мен шоколадты үккіштен өткізіп әрледім. Және голубика, мята қолдандым. Тағы да қайталаймын. Әрлеу жағы әркімнің өз еркінде. Ас болсын қыздар. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басыңыздар. Сонда сіздерге келесі жаңа видеолар автоматты түрде көрінетін болады.